Clap. Yo. Жадыра Хамитқызы. Мен жас жеке кәсіпкермін қазіргі таңда. Шаштаразбын, парикмахер, салон лояльінде жұмыс атқарамын. Ең бастысы 2013 жылы шаш қиюды үйрендім. Ең бірінші ер адамдардың шашын қия бастадым. Сосын ары қарай өзімді дамытып, салондарға шығып, проценттерге істеп, өзім немді көре бердім. Қазіргі таңда енді салонның өзін жеке меншік болып жүр. Адамдарым бар, жұмыскерлерім бар. Істеп атқан. Ең бастысы жаңағыдай реклама, Инстаграм, нелермен жақсы жұмыс істеу керек. 2013 жылы бастадым жұмысымды. Ол кезде ер адамдардың шашын қию 600 теңге болды. Сосын 50%-ге жұмыс істедік. Бір ер адамды аласың, 300 теңге қалтаңызға түседі. Сөйтіп, доход аз болды, ол кездері қиын болды. Көбісі ең бастап атқан мастерге отырғысы келмейді. Енді қиындықтардан өтіп, әйел адамдардың шаштарына көштім, оқи бастадым, дамыта бастадым. Қызық бола бастады өз жұмысым өзіме. Қазіргі таңда енді жақсы, жеке кәсіпкер болып, ешкімге независимый болып, өз-өзіне не қылып, режим қоямыз. Қандай күні демалыс алсам, сондай аламын. Енді бәрін қолынан келеді деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Сіз өз мамандығыңыз юрист екен. Жеке кәсіппен айналысуға не себеп болды? Мен мамандығыма, юрист мамандығыма оқыдым өзім. Колледжде бітірдім, диплом алдым. Но ол жақта уже жұмыс істегім келмеді, тартпады. Мамамның құрбысы, сол парикмахер тұғын келіншек. Сол шақырып мені, үйде 3 қызбыз, 3 қызды, қыздарың да кел маған, үйретем деп, сөйтіп шақырды. Содан уже ары қарай өзіміз үйрендік, алып кеттік, дамыта бердік. Бір орында тұрмау керек. Стилянца мен сұрақ қойсам бола ма? Конечно, қоя ғой. Өткен жылдан бергі пандемия кәсібіңізге кері әсерін тигізді ме? Пандемияға әрине кері әсері бүкіл жеке жас кәсіпкерлердің бәріне тиді деп ойлаймын. Оған қарамастан мен табыс көзім азайса да жұмыс істедім. Өзімнің жеке жаңағы клиенттерім, сондайлармен жұмыс істедім. Но бұрынғыдай білесіздер ғой, тойлар жоқ, нелер жоқ. Шамалы әсері болды. Қазіргі таңда жақсы, шүкір, жаман емес. Ал енді біздің Қазақстанда алатын болса, Қазақстанда мысалға ең әрі кетсе ең көп дегенде 30-40% ғана халық бизнеспен айналысады. Осыдан 2-3 жыл бұрын 20% халық бизнеспен айналысатын тұғын. Қазіргі кезде мына көп жаңағы өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар, бағдарламалар шығып жатыр бизнесті қолдайтын. Өте жаңағындай қолдаулар көп болғандықтан ақырын бизнесмендердің қатары көбейіп келе жатыр. Жаңа менің алдымда Жадыра ханым көп өзінің жаңағы бизнесі жайлы айтты ғой. Қалай бастады, өзі мамандығы бойынша юрист болғанмен осы бизнеске келдім деп айтып жатыр. Ондай мысалдар өте көп қазіргі кезде. Біздің өзі енді алысқа бармай, осы Жезқазған төңірегін алсақ та, Жезқазғанда жаңағы осы бизнеске келіп жатқан халықтың саны көп. Оған ең бірінші себеп, мен ойлаймын, ол мемлекеттің жасап жатқан мүмкіндіктері. Жаңағы әртүрлі бағдарламалар бар. Сол бағдарламаның аясында шағын өздерінің бизнесін ашу үшін мемлекет тарапынан гранттар қарастырылған, жаңағы жеңілдетілген несиелер қарастырылған.
Соған енді шамалы ғана тоқталып кетейін. Енді сіздерді қызықтыратын меніңше сол деп ойлаймын. Ең бірінші. Мысалға, бизнестің жол картасы 2020-25 деген бағдарламада, енді өзі атында тұр ғой, 2025 жылға дейінгі арналған бағдарлама бұл. Бұл жерде, бұл бағдарлама бойынша енді гранттар қарастырылған. Ол гранттар бұрын 3 миллионға дейін беретін, қазіргі кезде уже міне 2 жылдан бері уже сол сума, былтыр енді 20-шы жылы, міне 21-ші жылы, ол жаңағы 3 миллион деген сума миллионға дейін көтерілді. Яғни ол не деген сөз? Мысалға, сіздердің араларыңызда біреулеріңіз бизнес ашқыларыңыз келсе, мысалға жаңағы Жадыра ханымның өзіне де құлағына алтын сырға дейін, мысалға сол кісілер, бизнес ашқан кісілер болсын мейлі қатыса алады. Олар жаңағы өздері өтініштерін білдіреді. Енді ол өтініштің өзін қазіргі күні, міне бүгін осы 21-ші жылы жаңадан міне айтып жатыр. Қазір мына коррупция жағын болдырмас үшін, мысалға грант болғасын түсінікті ғой, олар қайтарымсыз ақша болмас үшін онлайн түрде заявка беруге болады деп айтып жатыр мысалы қазір. Яғни ол жерде акиматқа жаңағы барып өздеріңіздің өтініштеріңізді білдіріп, мен грантқа қатысамын деген сияқты осындай механизм болады. Сосын мемлекет тарапынан сіздер жаңағы ақшаны алып өздеріңіздің бизнестеріңізге жұмсайсыздар. Енді кез келген ақшаның өзінің сұрауы болады ғой. Бұл жерде мемлекет сізден сұрап тұрғаны тек қана бір нәрсе, ол жаңағы бизнес ашам деп алған ақшаларыңыз сол нақты бизнеске жұмсалу керек деген сөз. Оны сіздер жаңағы құжат бойынша дәлелдеп көрсетесіздер. Міне мен осындай ақша алдым, осындай зат алдым. Мысалға жаңағы сән салоны болса, сол сән салонға қажетті мен осындай дүниелерді алдым. Мынадай оборудование алдым, мынадай зат алдым деп соны құжат түрінде дәлелдеп шығасыздар. Болды. Бар ғана несі сол несі сұрауы. Ал енді жаңағы кредит жағына келетін болсақ, жаңа айттым ғой, мемлекет тарапынан өте жеңілдетілген жақсы несиелер бар. Ол несиелерді біреу біледі, біреу білмейді. Мысалға, даже мысалға қаншама жыл бизнесті келе жатқан жаңағындай бизнесмендердің көбісі де біле қоймайды. Сондықтан және сіздерге де жастарға айтып жатырмын, үйлеріңізде бизнесмен адамдар болса, мысалы мамаларыңыз, папаларыңыз, апаларыңыз, ағаларыңыз деген сияқты, немесе өздеріңіз болашақта бизнеспен айналыссаңыздар, осындай көмекті пайдалануларыңызға болады. Ол үшін не істейсіздер? Ол үшін жаңағы бізде мысалы қалада Народный банк, Халық банкі и банк Центр кредит, осы екі банк жақсы жұмыс істеп жатыр осы бағытта. Яғни оларда жаңағы еңбек бағдарламасы да бар, бизнестің жол картасы бағдарламасы бар, қарапайым заттар экономикасы деген бағдарлама бар. Барлық бағдарламалардың аясында осы несиелер қарастырылған. Ол несиелердің ерекшелігі басқа несиеден қандай айырмашылығы бар. Бұл жерде яғни сіздер жеңілдетілген пайызбен кредит ала аласыздар деген сөз. Ол бүгінгі күні 6% құрайды, яғни ойлаңыздар енді банктен мысалы 20-25%-пен алмайсыздар, 6% кредит аласыздар. Ол үшін не істейсіздер? Ол үшін жаңағы банкке барып, өзі отдел малого среднего бизнеса деген бар банктерде, банкте екі бөлімнен тұрады, ол кредитный отдел. Несие беретін жаңағы нелер, бөлімдер екі неден тұрады, бөліктен. Ол жаңағы қарапайым халыққа берілетін несиелер, яғни ол жаңағы ипотекаңыз бар, басқа да жаңағындай неотложные нужды деген әртүрлі нелер бар ғой, жаңағы кредиттер. Ондай кредит емес, бұл уже кредитование малого среднего бизнеса деп аталады. Мысалы, Халық банкын алатын болса, Жезқазған қаласында малый средний бизнесқа бұл тараптан берілетін жаңағы кредиттер, мынау Ғарышкерлер көшесінде орналасқан жаңағы Народный банктың отделениесіне барасыздар. Анау акиматтың жанындағы мысалы отделениесі, ол жалпы халықтарға берілетін кредиттермен айналысатын жер. То есть кредитование физических лиц деп аталады. Енді
сіздер жаңағы бизнеске алатын болсаңыздар, ғарышкерлердегі МСБ отделына барасыздар да, айтасыздар, мен осындай бағдарламамен кредит алайын деп едім деген сияқты. Мысалы, мен еңбек бағдарламасымен алайын деп едім, маған 6%-бен кредит керек еді деп. Енді дәл бүгін осы 21-ші жылы өте тағы да бір жақсы кредиттің түрі шықты. Оны тоже үйлеріңізде бизнесмендерге де айтуларыңызға болады, таныстарыңызға, туыстарыңызға да айтуларыңызға болады. Мысалға, қазіргі күні осы екі банк, Народный банк пен Банк Центр кредит жаңағы бизнеске 6%-бен кредитті кепілсіз беріп жатыр. Беззалоговый кредит. Бұндай кредиттер кепілсіз кредит деген болған жоқтығын. Себебі олар енді кепілдіктің жаңа гарантия деген болды, мысалға кепілдіктің жартысын қоясыздар, немесе 15%-ын қойып 85 дамудан гарантия аласыздар деген нелер темалар болды. Ол не деген сөз? Мысалға сіз айтайық 10 миллион ақша алғыңыз келіп тұр, сізде кепіліңіз, мысалға айтайық 2 бөлмелі пәтер ғана, сізде 5 миллиондық кредиттің залогыңыз бар, сізге кепілдікке тағы да залог керек болып тұр. Сіз оны біреулерден іздеп әуре болмайсыз, банкке барасыз, айтасыз, мен жаңағы даму фондының гарантиясын алайын деп едім, кепілдіктің орнына дейсіз. Енді сол жаңағы 21-ші жылы, міне биыл жаңағы бағдарлама шықты, жаңағы бизнестің жол картасының аясында, бұл да беззалоговый кредит. Ол деген сөз, енді оны кішкене кредитке де тағы тоқталып кетейін. Кредитте, мысалға, мақсаты болады ол кредиттің, цель кредитования дейді, целевое назначение дейді. Сол мақсаты екі түрлі болады. Біреуі на пополнение оборотных средств дейді, яғни айналымға керек қажет нелер кредит болады. Екіншісі инвестиция дейді, яғни ол жаңағы бизнесіңізді ары қарай дамыту үшін, мысалға, бір ғимарат аласыз ба, немесе оборудование аласыз ба, құрал жабдықтар аласыз ба, соған алатын кредитті инвестиция деп атайды. На инвестицию. Енді мен оны неге нақтылап айтып жатырмын? Себебі жаңағы кредиттің мақсатына қарай берілетін суммаларда екі түрлі болады. Мысалға, жаңағы инвестицияға алатын болсаңыз, мысалы, Жадыра ханымға айтып жатырмын, инвестицияға алатын болсаңыз кредитті, онда сіз 20 миллионға дейін ала аласыз. Енді ойлаңыздар, 20 миллион деген әжептәуір сумма, сол сумманы сіздерге ешқандай кепілсіз, яғни ешқандай залогсыз алуға болады. И тағы да қосымша, бизнес-планның да қажеті жоқ. Неге десеңіздер, бизнес-планды бұрын обязательно нететін еді ғой, сұрайтын еді ғой. Қазір мынау жаңағы айтылып жатқан дүние, ол скоринг түрінде жасалынады, яғни онлайн форматта. Заявканы, өтінімді тоже онлайн форматта бересіздер. Енді мына пандемияға байланысты көп бизнестер, оның ішінде банкта, ол да бір бизнес структура ғой, барлығы онлайн форматқа көшіп жатқандықтан жасалынып жатқан нәрсе енді бұның барлығы. Яғни онлайн түрде заявка бересіздер, минимальный пакет документов дейді, сосын өздеріңіз жаңағы негізде заявкаңызда көрсетесіздер. Мысалға, мынандай бизнес түрі бар менде, мынандай өзімнің оборотым бар, мынша мен ақша таба аламын, яғни кредитті төлей аламын деген сияқты. Яғни ары қарай скоринг түрінде кеткен заявкаңызды банктың қызметкерлері өздері қарайды, тексереді. Барлық берген мәліметтеріңіз егер де растанып жатса, яғни өтірік болмай жатса, онда банк неге бермеске? Ондай жағдайда банк береді. Ал енді отказ болады қай уақытта, егер де сіздің өзіңіздің жаңағы толтырған анкетаңызда бизнес-план жоқ дедік қой, бизнес-планның айтатын барлық дүниесі сол анкета арқылы кетеді. Яғни өз жаңағы көрсеткен айтқан информацияларыңыз, ақпараттарыңыздың барлығы рас болса, онда сізге сол жаңағы алайын деп жатқан кредитіңіз беріледі. Жаңағы сіздің орныңызға кепілдікті бұл жерде даму қоры қояды банктың алдында. Сонда былай қарасаңыздар, банктың енді ұпайы түгел, себебі ол сізден кепілдікті алмаса да дамудан алып тұр. Сізге просто жеңілдікпен беріледі деген сөз. Ал енді мына жастарға айтатыным,
гранттар бар. Енді кредитпен бизнесті бірден бастап кету өте қиындау әрине. Енді жаңағы басқа бизнесмендерді менің сөзімді қолдайды деп ойлаймын. Бірден кредитпен бастау бизнесті өте қиындау. Себебі бастапқы кезде сіздер бизнесті енді ғана бастаған кезде сіздерде керемет бір сұмдық табыс болады деп ешкім айтпайды, ондай кепілдік ешкім бере алмайды. Сондықтан сіз енді кредитіңізді төлейсіз бе, немесе ары қарай бизнесіңізді дамытасыз ба, білмей қаласыз да. Сондықтан негізі жаңадан бизнесті бастап жатқан адамдарға мына мемлекет тарапынан беріп жатқан грантпен бастаған өте тиімді. Грант деген қайтарылмайтын ақша. Ойлаңыздар, енді сізге мемлекет ақша береді, сіз оны қайтармайсыз. Тамаша нәрсе емес пе? Енді жаңа еңбектің мысалға бағдарламасының ішінде берілетін грант ол 200 МРП. Енді есептеңіздер, 200 МРП деген қазір қанша? Бір МРП-ңіз 2951 теңге. Енді соны 200-ге көбейтсеңіздер, ол деген 583.400 теңге бүгінгі күні. Мысалға былтыр 2020 жылы МРП басқаша болды ғой. Ол кезде жаңа 200 МРП-ңіз 555.600 теңге берілетін ақша. Ол центр занятости арқылы берілетін грант. Биыл да сол центр занятости арқылы беріледі. 583.400 теңгені сіз аласыз да, өзіңізді жаңағы сән салонын ашасыз ба, немесе кондитерский цех ашасыз ба. Енді ондай қазір өте көп алып жатыр. Мысалы, былтырдың өзінде Жезқазған бойынша 170 адам осындай грант алды. Сәтпаев қаласынан қаншама адам алды. Ұлытау өңірінен қаншама алды. Енді бүкіл Қазақстан бойынша жүріп жатқан нәрсе, сондықтан бұл бағдарлама өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Оған өте көп жыл сайын мемлекет тарапынан ақша бөлініп жатыр. Адамдар ол ақшаны алып жатыр. Сосын халықтың арасында мынандай сөздер бар да, ой, ол грантты өздері таныс тамырлары алады, үйтеді, бүйтеді деген әңгімелер болады. Ондай әңгіменің бәріне сіздер мән бермеңіздер. Ондай әңгіме бола береді, болған да бола береді. Ешқандай таныс тамырсыз-ақ кәдімгідей қазір онлайн айтып отырмын ғой, жаңағыдай подача заявки онлайнда жүріп жатыр. Сосын енді мынау пандемияға байланысты кейбір жерлерде оның защитасы да болып жатқан жоқ, бизнес проектіні ешкім қорғамайды да қазір. Енді қорғау деген талап әрине болу керек, бар да, бірақ қазіргі кезде мына пандемияға байланысты мысалға бізде Жезқазғанда қорғап жатқан жоқ бизнес пландарын. Бұл жерде енді обязательно бизнес план керек. Бизнес планға да көмек көрсетіледі, оның барлығы жаңағы кәсіпкерлер палатасы, яғни біз арқылы жасалынады. Біз өзіміз бизнеске жаңағы оқытамыз бір ай бойы, сертификат береміз. Сол сертификатпен сіздер жаңағы грантқа қатыса аласыздар. Сосын тағы бір айта кететін гранттың түрі, жаңа айттым ғой, бизнестің жол картасы аясында 5 миллионға дейін берілетін грант. Мысалы, оған жаңа мысалы жадырахандар қатыса алады. Ол жерде бастайтын жаңадан кәсіпкерлерге де қатысуға болады. Бұл енді областной грант болғандықтан бұмен айналысатын управление предпринимательства, яғни басқарма, кәсіпкерлер басқармасы Қарағанды қаласында облыстың әкімшіліктің облыстық тұрғысынан өткізілетін жүргізілетін бағдарлама. Сосын енді өзімізді Жезқазған қаласынан алсақ, акимат тарапынан берілетін гранттар бар. Ол грант акима деп айтады. Оны ойнататын бізде мысалға акиматта ресурсный молодежный центр деген бар ғой. Молодежный ресурсный центр өзі атында тұр, молодежь деп тұр. Яғни бұл жерде 29 жасқа дейінгі кәсіпкерлер, жастар, мейлі ол действующий болсын, мейлі начинающий болсын, бәрібір жаңағы неге әкімнің грантына қатыса алады. Ол гранттарда өз бір уақыттары болады, жаңағындай хабарлама жасайды, газетке береді объявление, айтады, осындай уақыттан бастап біз документ қабылдаймыз, келіңіздер, қатысыңыздар деп айтқан кезде, жаңағы өздеріңіздің Шолпан ханымсыз ғой, сәлеметсіз ба? Қош келдіңіздер біздің колледжге. Шолпан ханым, қош көрдік. жаңа кредит
пен ашып отырған ұйым бизнеспен айналысу өте қиын деді. Оныңызға жақсы келісемін, ол түсінікті. Енді грант мәселесі жөнінде. Грантты айттыңыз. Грант қайтарымсыз өте тиімді, жақсы. Жақсы, оны да түсінеміз. Енді грант алғаннан кейін сізді бақылау шаралары болатын шығар. Мысалы, бизнес планды да қазір оған қарап жатқан жоқ деді. Сіз тек қана сіздің өзіңіздің бизнесіңізді айналдырып алғанға дейін шектеулі уақыт бар дедіңіз, иә? Ал енді сол грантты алғанда 5 миллионға дейін берді дейік, иә? Енді өзігі әкімнің гранты нешеге дейін болып жатыр екен, біздің балаларға түсінікті болу үшін? Әкімнің гранты? Біздің гранты облыстық әкім ненің гранттары беріледі. Әкімнің грантына кішкене нақтырақ тоқталып кетейін. Енді ана алдындағы екеуін түсінген шығарсыздар. Біреу 5 миллион, біреу 200 МРП. Әкімнің гранты ол былай болады. Мысалға, әкім өзі жаңағындай бюджеттен бөледі ғой ақшаны. Мысалға, биылғы 2021 жылға бәленше ақша деп бөледі. Енді ол әр жылы әртүрлі болады. Біз мысалға биылғы 21 жылды әлі айтқан жоқ қанша бөлінетінін. Мысалға, былтырғы жылы где-то бір қанша болды? 6 миллион ба сондай ғана ақша бөлінді. Енді ойлаңыз, бүкіл қалаға, біздің Жезқазған қаласына берілетін сол 5-6 миллион ғана болады. Жылда солай. Мысалға айтайық, 5 миллион болса, 5 миллион сол 20-шы жылы 5 миллион болса, мысалға, ол қанша адамға тиеді, ол белгісіз да. Сосын бұл жерде бизнес планда, мысалға, біз жаңа 5 миллионның сосын 200 МРП-ның несінде бизнес планда біз нақты қай сумманы көрсетеміз, соны аламыз ғой. Мысалы, 5 миллионның максимально 5 миллион, может 1,5 миллион көрсетеміз, может 2 миллион көрсетеміз, может 5 миллион көрсетеміз. Біз қанша сумманы жаздық бизнес планда, сол сумманы аламыз, мысалы, дорожная картада. 200 МРП-ның грантында, мысалға, нақты біз жаздық па 583.400-ді, 583.400-ді аламыз. Одан төмен, жоғары ала алмаймыз. Ал енді әкімнің грантында бұл кішкене ерекшелігі, бұл жерде жаңағы бизнес планның несіне тіреліп қалмайды, көрсеткен суммасына. Олар өздері шешеді. Мысалға, бәріне бірдей бөліп бере ма, жоқ әлде бизнестің түріне қарай 1 миллион қып әрқайсысына бір 5 адамға бере ма, может 500-500-ден қып 10 адамға бере ма, оны өздері жаңағы комиссия шешеді. Бұл жерде енді ол әртүрлі тұрғыдан қарайды. Кейбір мысалға кейде болады, мысалға бір жылдары болды, неғұрлым көбірек адамға берейік дейді, мысалға 500 мыңнан бөліп береді. Немесе бизнестің жаңағы ашайын деп жатқан бизнес өте қажет. Мысалға Жезқазғанға бізге мына бизнес жоба бізге өте қажет екен деп айтып, мысалға шешсе. Ал ол бизнес жобада мысалы 1 миллион деп жазса, оны олар өздері комиссия қарайды да, егер де сол 1 миллионды қалайда беру керек мына жобаға, өйткені бұл жобаны біз іске асыруымыз керек деген шешім болса, онда сол 1 миллионды бір адамға беріп жібереді, онда қалғанын былай бөліп береді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жерде нақты сумманы айта алмаймыз. Бұл жерде айтылатын нақты сумма бір 21 жылға мысалға осыншама ақша бөлінді деп айтады, и сол ақшаны сосын бірнеше адам бөліп алады өздері. Әртүрлі суммада. Нақты талап, жаңағы бизнеске жұмсалу керек, ертеңгі күні оны құжат түрінде дәлелдейсіздер. Жақсы, құрметті студенттер, сіздер де қатысып қойып отырсаңыздаршы, мен осы 2-3 күн бұрын ғана естідім. Қызылжарды білеміз ғой жаңарқа? Білеміз ба, студенттер, сіздерге айтып отырмыз. Сол жерде ЭСТО ашылыпты. Жас бала дейді өздеріндей. 20 жасар. Осындай біз сияқты колледжді бітірген олда. Ал енді біздің колледждің дипломы сендерге ашып алуға жарайды. Оған бір жоғарғы соншалықты университеттің дипломдары сендерге ЭСТО ашуға, автомойка ашуға болады ғой. Бола ма? Осы бастан ЭСТО ашу үшін адам не істей білу керек? Тек қана ашып қоя салмай, ол білетін болу керек, ол бала өзінің маманы сүйетін болу керек. Шуруп, гайкл дегенді бұрай алатын болу керек. Камерді жамай алатын неше түрлі. Сондықтан қазір
сендерге бітіргеннен кейін біз дайын маманды ала салып жұмыс істей салатын деген болмайды. Бірінші, не істеу керек? Сабақты жақсы оқу керек, практикаға қатысу керек, өзі ізденіп, практиканы тауып алып, жұмыс жасау керек. Студенттер, мен сіздерге айтып отырмын. Міне алдарыңыздағы отырған кәсіпкерлердің бәрі сіздер сияқты оқыған кісілер. Сіздер сияқты осылай жұмыс жасап, енді біз қиынсынамыз, қиын түгі жоқ екен. Осы жөнінде біздің кәсіпкерлер өздерінің қиындыққа мойынсынбай, шамалы ашып алғаннан кейін, оған нені ашуға гараж болса, ар жағы қатты қиындығы жоқ деп ойлаймын. Бірте өзі бола береді сосын. Рахмет сіздерге, құрметті кәсіпкерлер. Жалғастыра беріңіздер. Маған тағы. Жоқ, Шолпан ханым, барлығы жақсы. Маған керекті ақпараттарды жазып алдым. Рахмет сізге. Барармыз. Жақсы. Құрметті студенттер, кәсіпкерлеріңіз телефон номерлерін алыңдар. Құжат, қағаз жөнінде көмектесіп, көрсетіп жіберіп сұрасаңыздар, көмек береді. Студенттердің сұрағы жоқ екен, Гүлназ мұғалім? Кәсіпкерлер палатасы Жезқазған қаласында Нұр Отанның ғимаратында орналасқан, бірінші этажында, бірінші кабинетте. Келіп консультация аламын десеңіздер болады. Онда мен өз бүгінгі осы семинарға байланысты кішкене өз ойымды айта кетейін. Құрметті кәсіпкерлер палатасының өкілі Шолпан Ыдырысқызы және біздің жеке меншік кәсіпкер Жадыра Әбілхамитқызы бүгінгі Жезқазған технология және сервис колледжінде өтіп атқан үлкен семинарға тағы да қош келдіңіздер деймін. Бұл бір тамаша семинар болып жатыр. Өзі 2019-2020 оқу жылынан бастап білім министрі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына кәсіпкерліктерді дамытудың курсын бағдарламаға кіргізген болатын. Осы курс бойынша былтырдан бастап біздің 3-ші курс студенттері мағлұматтар алып жатыр. Осы мағлұматтарға қосымша сіздермен болған кездесу өте тамаша болып жатыр. Өйткені балалар, студенттеріміз тек қана теория жүзінде ғана білім алмай, сіздердің өздеріңіздің кәсіпкерлікті қалай бастағандарыңызды, кәсіпкерлікті бастаудың жолдары қандай сатыдан өтетінін, және мынау кәсіпкерлер палатасында бизнесті дамыту үшін қандай жұмыс жасау керек жайында өте жақсы мағлұматтар бердіңіздер деп ойлаймын. Былтырдан бастап осы студенттеріміз кәсіпкерлер Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасынан курсты тәмамдағаннан кейін сертификаттар алып жатыр. Енді осы жастар біздің келешегіміз дейді ғой. Жастарымыз осы теория жүзінде алған білімдерін және сіздердің берген мағлұматтарыңыз бойынша ертең өздерінің кәсіпкерлікті ашуға үлкен жолға ықпал алып отыр деп ойлаймын. Сіздерменен біздің студенттердің арасында жиі қарым-қатынас болып тұрса, яғни осындай семинарларға сіздер уақыттарыңыз болуына қарай қатыссаңыздар, дөңгелек стол өткізіп тұрсаңыздар, біздің солдай бағдарламаларға қатысып тұрсаңыздар, балаларда өте практика жүзінде мағлұмат болады. Сондықтан сіздердің қатысуларыңызды сұраймыз. Құрметті Шолпан Ыдырысқызы, Жадыра Әбілхамитқызы, сіздердің еңбектеріңізге үлкен творчестволық жеміс тілеймін. Біздің студенттерімізде ертең сіздердің арттарыңыздан еріп, бізге бағдар берген осы кісілер реттеп, сіздердің аттарыңызды шығарады деп ойлаймын. Сәттілік. Рахмет баршаңыздарға. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға. Сау болыңыздар.